Армысыздар ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, күн шығылалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шоқ таңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Өнер таусылмас азық, жұтамас байлық. Бүгінгі дамыған заман мен нарықтық кезеңде өскелең ұрпақты жан-жақты кемелдендіруде өнердің қай түрі болсын керек ақ. Біз бұл жолы түсірілім топпен қазақтар байырдан шоғырланған Аққорған ауданындамыз. Мұнда жалпы орта білім беретін мектептерден тыс мамандандырылған нөмір 25-ші балалар музыка және өнер мектебінде де домбыра үйірмесі тұрақты жұмыс жасайды. Мұнда аталмыш мектептегі білікті мамандар мен дарынды балалармен сұхбаттасып, олардың жұмыс үдерісіне куә болдық. Мен Бүркіт Шегеұлы 1965 жылы Аққорған ауданының Көріп Найман елінде дүниеге келгенмін. Өнерге қызығуымның себебі жас кезімде өзімнің ағам Әбубәкір гитара, мандолина тартып жүруші еді. Сонда қызыққаным соншалық өзі жоқ кезде гитарасын алып шалады екен ғой барып. Сонда қызығу басталған ау деймін да. Одан кейін телевизорда мына ялла ансамбль шығарады, Фаруқ Закировтер, Батыр Закировтер. Сол эстрадаға қызығып, содан басталды. Сөйтіп жүріп, өсе келе Қазақстанның Жетісай ауданына оқуға бардым. Өнерге жолын сол жерден бастадым. 3 жыл оқып келіп, өзіміздің осы Аққорғанда мәдениет үйінде жұмыс бастадым. Кейін бір кезде Қазақстанның бағдарламаларында домбыраларын көріп қалып, соған әуестеніп, өзім бір ниет қылып қойдым. Осы домбыраны неге үйренбеске? Тереңірек. Үйрендім, сосын енді мен өзім емес, неге жаңа ұрпақтарға үйретпеске, шәкірттер дайындамасқа деген ой туындап, содан сол бастадым. 96-лар еді ау. Содан бастап келем, Аққорған ауданының 21-ші мектебінде, 20-ші мектептерінде, 29 мектептерінде де істеп келгем. Қазақ халқының төл өнері жайлы сөз қозғағанда ең алдымен домбыра еске түседі. Домбыра халқымыздың асыл қазынасы. Қос ішекті қара домбыраның үнінде ұлы даланың тамыры терең тарихы мен сан ғасырлық шежіресі бар. Сондықтан да ежелден ұлтжанды азаматтар ұлттық мәдениетімізді қадірлеп қастерлеуді, сондай-ақ насихаттауды көздегенде алдымен аталмыш өнер түрін дамытуды қолға алады. Біздің мектебімізде 13 yo'nalishda 415 nafar iqtidorli o'quvchilar o'qib kelmoqda. Oqqo'rg'on tumanida qozoq millatiga mansub bo'lgan qardosh xalqlarimizdan birgalikda aql yashimiz o'sha insonlarning iqtidorli o'quvchilari demak bizning maktabimizda ham o'qib, o'z yutuqlari bilan yurtimizni bayrog'ini ko'klarga ko'tarib kelmoqda. Mana yaqinda bo'lib o'tgan xalqaro 6-Nuray Fest xalqaro tanlovida Xolibekov Valixon o'sha do'mbirachilik yo'nalishida, cholg'u yo'nalishida faxrli Grand Prix o'rinni egallab keldi. Biz bundan juda xursand bo'ldik. Bu yutuqlarimiz juda ham ko'p. Hozirda yana keyingi yil bo'lib o'tadigan Qozog'istondagi xalqaro tanlovga do'mbirachilik, baxshichilik yo'nalishidagi o'quvchilarimiz ham shug'ullanib kelishmoqda. Би өнерінің бала тәрбиесінде, әсіресе қыз бала тәрбиесінде алар орны ерекше. Нәзіктік пен пәктікті, сұлулық пен әсемдікті қалыптастыратын аталмыш өнер түрін насихаттауда әңгімемізге арқау еткен мектепте де айтарлықтай жұмыстар жүзеге асырылуда. Армысыздар ел жұртым, дара халқым. Ұлы жүздің қызымын гүл жайнаған. Көктемдей боп құлпырған бар айналам. Асыл текті қызымын қазағымның, айнурамын ел жайын күнді ойланам. Қуаныш қызы боламын жүрегі кең. Үн қататын шынайы жүрегімен. Анашым бар балнұра жаны нәзік, жақсылықтың жолдарын біле білген. Аққорған ауданына қарасты 29-ші мектептің Көркемай би тобы. Бұл Көркемай би тобы аптасына 2 рет болады. Бұл бізге үйрететін апайдың есімі Мадалиева Маржан апай. Бұл бізге формалар тіктіріп берген ұйымдастырушы ағайымыз Ахметов Бейсен. Біз ағайымызға
апайымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бізді осы дәрежеге алып келгеніне. Мақсаттарымыз өте үлкен. Қазақтың өлеңдерін жоғары дәрежеге ашығу, қазақтың салт дәстүрлерін сақтап қалу. Әуелі бос уақытымызды үнемді өткізу, кейін келешекте бір жақсы мамандықтың иесі болу. Біз қазақтың ақын иегерлерінің жазып кеткен поэзияларын, поэмаларын барлығын домбырада салып көру. Атап айтар болсақ, мұндағы би үйірмесіне аудандағы барлық мектептерден оқушылар қатысып, көптеген ұлттар мен ұлыстардың өнерін насихаттауда. Xoreografiya yo'nalishlarimizda har xil raqslar qo'yib ishlab kelmoqdamiz. Joziba ko'rik tanlovida, xalqaro iqtidorli bolajonlar ko'rik tanlovida ham birinchi o'rin sohibi bo'ldi qizlarim. Tuman, shahar, mustaqillik, Navro'z bayramlarida xalqlar do'stligi raqslarimiz bilan, o'zimizni milliy raqslarimiz bilan qatnashib kelmoqdamiz. Bolalarimni yuragidan millatlar aro do'stlik, hamjihatligi har doim birgaligimizni bilish uchun har xil raqslarni, qozoq millatlarining raqslarini, tojik millatlarining raqslarini, turkman millatlarining raqslarini va rus millatlarining raqslarini o'rgatib kelmoqdaman. San'atni sevgan inson hech qachon yomon bo'lmaydi degan umiddaman. Аталмыш аудандағы азаматтар әлеуметтік және экономикалық салаларда көшбасшылық етумен қатар, мәдениет жағынан да көпке үлгі. Атаулы күндер мен мемлекеттік шараларға белсене қатысатын аққорғандықтардың мәдени әлеуетіне аталмыш мектептің де жеткен жетістіктері дәлел бола алады. Аққорған ауданында 4 қазақ тілді мектеп бар, оның бірі аралас мектеп. Бұл мектептердің барлығында домбыра үйірмелері ашылған. Осы мектеп оқушылары мемлекетіміздегі барлық мерекелік шараларда белсенді қатысып, осы ұлттығымызды дәріптеп, халықаралық шараларда да қатысады. Мысалға, осы мектептің оқушылары Нұрай Арт Фест халықаралық түрлі жанрдағы байқаудың бас жүлдені алды. Яғни, ол да біздің бір Аққорған ауданындағы қазақ мәдени орталығының, жалпы осы мектептің жүзі мақтанышы деп білеміз. Биыл, құда қалса 5-ші жылым осы жерде істеп жатқанға, мына көптеген шәкірттер шығарып жатырмыз. Алғашқы қарлығаштарымыз ұшып кетті былтыр, құда қалса. Мына қазіргі келіп жатқан мына жігітіміз 1-ші сынып. 1-ші сыныпта әлі 1 жыл болған жоқ. Сонда көрсеткен несіне өзім қуанып жүрмін. Со мақсатымыз конкурстарға шығу, Қазақстанға шығу, осы Өзбекстанда қандастарын көрсету, құда қалса. Мақсатымыз со. Алға қарай шаршамаймыз да балдары.
Ата-ана бала тәрбиесінде басты толға. Оның болашақта кемелденген азамат, білікті маман болып өсуіне ата-ананың тигізер ықпалы аса зор. Мен екі немеремді домбыра үйірмесіне бергенмін. Біздің көз қуаныштарымыз болған, келешек ұрпақтарымыз болған. Осы немерелер келешекте ел жанды, өз халқын сүйер, өз халқының әдет ғұрпын, салт дәстүрін әрі қарай жетектесе деген мақсатта осы домбыра үйірмесіне беріп жүрмін. Әрбір баланы жастайынан осындай өнерге баулу әрбір ата-ананың міндеті болып есептелінеді. Менің балдарым тек қана домбырамен шектеліп қалмайды. Спортпен де шұғылданады, теннис ойнайды, математикадан Азия чемпиондары және пианинода да ойнайды. Ең алдымен мына Бүркіт ағайымызға көптен көп рахмет айтамын, мың алғыс деймін. Осы ағайды іздеп тауып жүріп, ағайдың артынан жүгіріп жүріп, осы ағайға бердім. Ағай кішкентай демеді, алды, үйретті. Бүгінгі күнде бізді қуантып жүр. Халқымыздың өнерін әрі қарай жалғастырса деймін. Балаларды білмейді өнерді, епте алмайды деген нәрсе ата-анада болмау керек. Ата-ана баланы жастай жетектеу керек. Өнерге, білімге жетектеу керек. Баланы жетектесек, олар келешекте біздің келешегіміз. Осы жастарды өнерге қызықтырып, үйретіп, жарыстарға апарып, халықпен араластырып, ел көріп, жер көргізіп жүрген ағайларымызға үлкен рахмет айтамыз. Біз де үйде отырып, барлық ата-аналар қолдап отырамыз. Осы бала-шағаларымыздың, ұл-қыздарымыздың, перзенттеріміздің әртүрлі осындай өнерге қызығуларын асырсақ дейміз. Жан жақтама болса дейміз, тек бір жақтама болмай. Мектебімізде осындай үйірмелер көп болса дейміз. Перзенттеріміз өнерлер арқылы халыққа танылып, елді, жұртты көрсе, жақсы жағынан көрінсе, халық рахметін естісе деп үміттенеміз. Менің қызым өте өнерге қызығады. Домбыра үйірмесіне қатысып, осындай үлкен жарыстарға барып, достар арттырып отыр. Негізі біздің отбасымыз өнер сүйер қауым. Атамыз өнерге қызығушан болған. Сол отбасымыздың несіні жалғастыруда қызым қазіргі күнде жастарға үлкен мүмкіншіліктер беріп отыр. Бұған үлкен алғысымызды айтамыз. Содан дұрыс пайдалана отырып, бізде ата-аналар қолдаймыз. Бұдан ары қарай үлкен жетістіктерге жете берсін дейміз, ел кессін дейміз, жұрт кессін дейміз. Мақсатымыз балалардың, оқушылардың уақытын үнемді пайдалану. Сол үнемді пайдалана отырып, ата-аналарымыз қолдай отырып, домбыра үйірмесіне қазіргі күнде әудемейтін қазақ жоқ. Домбырасын алып, ұлттық киімдерін тіктіріп, бүгінгі күнде қазақтың атын жаңғыртып жүруде. Әуелі басты ата-ана ғой, баласын білімге, тәрбиеге, білімге ұмтылтырып беріп отырған, жағдайын, мүмкіндігін жаратып беріп отырған. Осы музыка және өнер мектебінің ұйымдастырушыларына да үлкен алғыс айтамыз. Балаларымыздың бос уақытын үнемді пайдалана отырып, бүгінгі таңда ел көріп, достар арттырып, тек қана домбыра саласында емес, би саласында би билеп, өздерінің сахнадағы мәдениеттеріні, ибалылықты, инабаттылықты бойларынан танытып жүрген ұл-қыздарымыз өте көп. Еңсесі биік егеменді елімізде саналы ұрпақ тәрбиелеп, білікті кадрлар даярлауда балаларды өнерге баулып, олардың зердесін ашып, дүние танымын кеңейтуде өнер үйірмелерінің орны бөлек. Осы мақсатты көздеп, міндетін мінсіз атқарып жүрген мамандар мен азаматтарға айтар алғысымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын.